Әлкей Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университетінде болашаққа бағдар бағдарламасы аясында мамандық дұрыс таңдауға арналған үгіт-насихат сағат өтті. Іс-шараны Қазақстан Республикасының көлік министрлігі ұйымдастырды. Ел экономикасының өсуі, әлеуметтік саланың дамуы және сыртқы экономикалық қызметті тиімді жүзеге асыру көлік қызметкерлерінің еңбегіне байланысты. Қазір Қазақстанда логистика, тасымалдау салаларында мамандар жетіспейді. Жаңадан құрылған көлік министрлігі кадр тапшылығын ретке келтіруді мақсат етуде. Жол көлік факультетінде 3 бағдарлама бар. Көлік техникасы және логистика, сосын тасымалдауды ұйымдастыру 3 мамандыққа. Жыл сайын бізде қазақ тобы, орыс тобына қабылдаймыз. Грант өте көп бөлінеді. Және бұдан басқа серпінде бағдарламасы бар. Жаңағы басқа да аудандарда, облыстардан келіп осы мамандыққа түсулеріне болады. Іс-шараға қаладағы орта білім мекемелерінің 10-11 сынып оқушылары қатысты. Оларға логистика, жол көлік саласына қатысты бірнеше өнеркәсіп мекеме өкілдері үгіт-насихат жұмыстарын жүргізіп, мамандық таңдауда қателеспеуге кеңес берді. Әмір Әубәкіров қаладағы Шәкәрім Құдайбердиев атындағы мектеп гимназиясының оқушысы. Болашақта IT саласын таңдап отыр. Қандай да бір үлесі бар. Өйткені менің таңдайтын мамандығым ол IT саласы. Неліктен өйткені қазіргі таңда көптеген барлық заттарымыз электронды түрде көшуде, тіпті оқулықтарда бағалы түрде, бізде қазір қарап отырсаңыздар электронды түрде. Енді бүгінгі іс-шара маған қатты ұнады. Егер де осылай өтіп тұрса, адамдарға, негізі жаңағы келешек жастарға мамандық таңдауда енді қиын болмайды деп ойлаймын өзім. Мамандар мұндай іс-шараларды алдағы уақытта тұрақты түрде өткізіп тұратындарын айтты. Себебі ел экономикасын дамытуда көлік саласының алатын орны зор. Жаннұр Сіндетоллақызы, Арғын Әбдікаримов білдірген насихат Сарыарқа телеарнасы.